Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында саумалдың адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Әлемде және Қазақстанда бие сүтінің танымалдығы жыл сайын артып келеді. Ғалымдар бұл өнімді зерттеп, саумалдың адамға тигізетін көптеген пайдалы қасиеттерін анықтаған. Саумал бұл жеңіл қорытылатын белсенді биологиялық өнім. Ол ағзаға сіңірілу кезінде ас қорыту процесіне қатысатын органдарға, асқазанға, ұйқы безіне, бауырға, ішекке үлкен жүктеме жасамайды. Сол себептен дененің қалыпқа келу процесін жылдамдатады. Саумал метаболизмді қалыпқа келтіруге, тұмаудың алдын алуға және қатерлі ісік ауруын емдеу үшін қолданылады. Сондай-ақ ол қан айналымын жақсартады және ер адамның потенциясын күшейтеді. Бие сүтінде көптеген дәрумендер, микроэлементтер және басқа да биологиялық белсенді заттар бар. Кейбір микроэлементтер басқа сүт өнімдерінде кездеспейді, ал құрамындағы С дәруменінің мөлшері сиырдың сүтінен 7 есе жоғары. Европаның ғалымдары оны емдік және диеталық өнім ретінде пайдалануға кеңес береді. Саумалдың көмегімен иммундық жүйенің қызметін жақсартуға және асқазанның ойық жарасы ауруын емдеуге болады. Тәулігіне 1 литр саумал ішсеңіз, ағзаңыз жоғары сіңімді ақуыздармен, амин қышқылдарымен, оңай қорытылатын майлармен, дәрумендермен және минералды элементтермен қамтамасыз етіледі. Емделу уақыты 1 ай, бірақ толық пайдалы үшін кейбір ережелерді сақтау керек. Мысалға, ол өзінің негізгі пайдалық қасиеттерін сауылғаннан кейін 3 сағаттың ішінде жоғалтады. Алайда саумалды мұздату арқылы өмірін ұзартуға болады. Ол барлық биологиялық белсенді компоненттер мен дәрумендерді сақтайды. Оны күніне 4-5 рет тамақтанудың алдында 20-30 минут бұрын 250 мг-нан ішкен дұрыс. 1 аптадан кейін-ақ адамның көңілі көтеріліп, ұйқысы жақсарып, тәбеті ашылады. Саумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, қырыққатпаршақ, өт, бауыр, тоқ-ішек қабынуының көзін тауып емдейді. Саумал қымыздың емдік қасиетіне, жылқының жайылымы, жеген шөбі, ішкен суы мен ауасының да әсері бар. Қан қысымын ретке келтіреді. Ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді. Рак клеткаларына тосқауыл болады. Буын ауруларына пайдасы зор. Сондай-ақ саумал жаңа босанған келіншектің сүтін молайтып, нәрлетеді. Демек, емізулі балаға да пайдасы орасан. Саумал адамның микрофлорасын реттеп, ішек жолдарын қалпына келтіруге өте пайдалы. Пребиотик ретінде жарамды. Ол зат алмасуды жақсартып, адамның иммунитетін көтереді. Қартаюдың да алдын алады. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздейік. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.